Балақай, бүгінгі тыңдайтын ертегі жыл басына таласқан хайуандар. Бұрын ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын, дейді. Түйе айтты: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге жүремін. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолда жүре беремін. Жыл басы болуға мен лайықпын, дейді. Сиыр айтты: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді, жылбасы болу маған лайық, дейді. Қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді, жөнімді алып кигіз басады, жабамнан киім тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдаларың жоқ, дейді. Ит болса: мен болмасам сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін, дейді. Тауық: мен болмасам кісі ерте тұра алмас еді, жұмыс жасай алмас еді, ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын, деді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтты: бұл таластан ештеңе өнбес, жылды қарап тұрарлық. Кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді, деп тышқанның сөзін қостап, бәрі қарасып тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте тұрған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп құр қалыпты.